Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Осы каналда мен сіздерге зейнетақы бойынша және зейнетақы жүйесіндегі жаңалықтармен таныстырып отырамын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы видеода мен Қазақстандағы 2022 жылғы базалық зейнетақы мөлшерімен таныстырайын. Яғни оның ең төменгі және ең жоғары көрсеткіштерімен. Қазақстанда кез келген зейнет жасына толған кісі ең төменгі зейнетақы, яғни базалық зейнетақы мөлшерін алуға құқысы бар. Ол дегеніміз ең төменгі күнкөріс деңгейін 54%-ын құрайды. 2022 жыл үшін 20.190 теңгені құрайтын болады. Яғни бұл дегеніміз сіздің 0 жылдан 10 жылға дейінгі стаж үшін берілетін зейнетақы мөлшері болып табылады. 10 жылға деп санағанымыз ол сіздің 98-ге дейінгі стажыңыз және Қазақстандағы стажыңыз екеуі бірге қосылған стаж болып саналады. Ең жоғарғы стаж ретінде 33 жыл есептеледі. Яғни сіздің стажыңыз 35, 36, 37 жыл болса да, сіз сол 37.389 теңгені, яғни максималды 100%-дық ең төменгі күнкөріс деңгейіндегі сумманы алатын боласыз. Мысалы, сіз 11 жыл стажыңыз үшін, яғни ең төменгі күнкөріс деңгейінің 56%-ын алаңыз. Ол дегеніміз 20.938 теңгені құрайтын болады. Солай әр жыл сайын 2%-ға көтеріліп, 100%-ға шейін жетеді. Енді мынау еңбек кітапшасына қарап кетсеңіз, мынау кісінің бұл кісі зейнетке шыққан, яғни бұның базалық зейнетақысы 100%-ды құрайды. Және бұл кісінің еңбек стажы 35 жыл құрайды. Себебі бұл кісі Совет үкіметі кезіндегі стажы да жақсы, және қазақстандық стажы да жақсы болып саналады. Сонда да бұған, яғни 35 жыл болса да, тек қана 100%-дық ең төменгі күнкөріс деңгейін төленеді. Келесі видеода мен 2023 жылғы базалық зейнетақы мөлшері пайызы өзгереді. Сол жайлы айта кетемін. Мен каналыма тіркеліңіздер, сау болыңыздар.